Ежелгі кезде солтүстік Қытай аумағында мекендеген біздің заманымызға дейінгі шамамен 1000 және 1005 жылдары көшпенділердің бірыңғай діңі түркілер, одан әрі ғұндар мен тұңғыстарға, моңғолдардың ата-бабалары Дунху және Сәнбиге бөлінген. Ғұндардың ата-бабалары ішкі Моңғолияда, солтүстік Қытай аумағында өмір сүрген. Ал тұңғыстар солтүстік шығысқа қарай Кореяға дейін мекендеген. Олардың өмір сүру дағдысы бірдей. Олар көшпенділер болған, мал шаруашылығымен айналысқан. Олар малдардың етімен, сүтімен қоректеніп, киіз үйлерде өмір сүрген. Олардың дүние танымы аспанға және күнге, аспан құдайы Тәңірге табыну болған. 19 ғасырдың соңында көп жылдар бойы Қытайда өмір сүрген, Қытай тілін жетік білген және ежелгі Қытай жазбаларын зерттеген ағылшын тарихшысы Эдуард Паркердің пікірі бойынша олардың дәстүрлері әртүрлі. Ғұндар қайтыс болған адамдарды жерді қазу арқылы жерге көметін болған. Тұңғыстар қайтыс болған адамдарды жерге тастап, немесе ағаштарға асып қоятын болған. Ғұндар шошқа етін қорек ретінде пайдаланбаған, ал тұңғыстар осы етпен қоректенген. Олардың байырғы тілі ортақ болды, бірақ 100 жыл ішінде ол өзгерді. Қытай дереккөздеріне сәйкес, біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда ғұндар олардың ортақ тілі туралы тұңғыстардан біледі. Ғұндардың және тұңғыстардың антропологиялық түркі-моңғолоидтарға ұқсас. Солтүстік шығыс Қытайдағы ғұндар үнді Еуропа халықтарымен, ариліктермен, тохарлармен және юучурлармен әрдайым шайқасып отырған, олармен араласып отырған. Қытай дереккөздері бойынша ғұндардың сақалдары және мұрындары үлкен болған. Олар қытайлар мен тұңғыстардан сырт келбеті жағынан ерекшеленген. Біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырдан бастап 2 ғасырға дейін Моңғолия аумағында түркі мемлекеті болған. Біздің заманымызға дейінгі 210 жылдан бастап біздің заманымызға дейінгі 165 жылға дейін ұлы ғұн қағанаты өмір сүреді. Біздің заманымызға дейінгі 48 жылдан бастап 216 жылға дейін оңтүстік түркі қағанаты болады. Біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырдан бастап Моңғолия аумағында 3 түркі мемлекеттері өмір сүреді. Бұл ұлы түркі қағанаты, екінші түркі қағанаты 552-744 жылдары өмір сүрсе, ұйғыр немесе 3-ші түркі қағанаты 744 жылдан 840 жылға дейін өмір сүреді. 10 ғасырдан 12 ғасырға дейін Моңғолия аумағында наймандар мен керейлер деп аталатын түркі мемлекеті өмір сүреді. Тұңғыс мемлекеттері келесілер болып табылады. Бірінші мыңжылдықта сәнбилер солтүстік шығыс Қытайда Сәнби мемлекетін құрады. Ал 5-6 ғасырда Орта Азияда Жужан тұңғыстар мемлекеті. Олар 552 жылы түркілерден жеңіліс табады. 10 ғасырдың басында көшпенді тұңғыстар Орта Азияда Ляо мемлекетін құрады. Ол 12 ғасырдың басында ыдырайды. Түркілер мен тұңғыстар өзара жиі шайқасады, бірақ арасында бейбіт бітімгерлік те болады. Түркілер тұңғыс тілді тайпалармен араласады, себебі олардың мәдениеті мен әдет ғұрыптары өте ұқсас келеді. Ғұндар мен түркілер 100 жылдап жаңа елдерді жаулап және ұлы империялар құрып, Еуропаның шығысына және Азияға көшеді. Ал тұңғыстар солтүстік шығыс Қытайда қалады. Тарихшылардың пікірі бойынша, солтүстік Қытайда біздің заманымыздың 1-ші мыңжылдығында түркі халқының көп мекендеуіне байланысты түркі тілі басым болады. Француз шығыстанушы Поль Пелеоның мәліметтері бойынша Қытайда Сәнби сөздігі табылады. Мамандар оны моңғол деп ойлайды. Шындығында ол түркі тілі болады. Танымал моңғол танушы академик Владислав Котвичтің пікірі бойынша, солтүстік Қытайдағы түркілер саны, саяси маңыздылығы, бірігуі және қабілеті жағынан күшті болған.
Олар өздерінің тілін басқа халыққа мәжбүрлеуге өте қабілетті болады. Қазіргі уақытта әлемде шамамен 200 миллион түркі тілдес халықтар және шамамен 3 миллион моңғол тілді халық өмір сүреді. 12 ғасырдың соңында болашақ ұлы жаулап алушы Темүжін түркі және аралас түркі тұңғыс тайпаларын біріктіріп бір мемлекет құрады. 1206 жылы татар, жалайыр, найман, керей сияқты көшпенді тайпалар Темүжінді ақ киізге көтеріп, оны ұлы хан етіп сайлайды. Оған Шыңғысхан деген жаңа есім беріледі. Шыңғысхан мемлекетінің басым көпшілігін түркілер, ойраттар сияқты моңғол тілді тайпалар құрады. Халықтың басым көпшілігі түркі тілінде сөйлейді. Түркілер мен моңғолдар арасында бөліну орын алмаған. Моңғолдар тайпа және ру ішінде ғана моңғол тілінде сөйлейді. Шыңғысхан қият руынан тараған, түркіл тілінде сөйлеген және түркі салт дәстүрін ұстанған. Қият руы қазіргі кезде Қазақстанның оңтүстік бөлігінде өмір сүреді және түркі тілінде сөйлейді. Шыңғысханның анасы Қоңырат түркі руынан тарайды. Аталмыш ру қазіргі кезде Қазақстанның оңтүстігінде өмір сүреді. Шыңғысханның сырт келбеті замандастардың мәліметтері бойынша өте тәртімді болады. Ол ұзын бойлы, көк көзді, қызыл күрең шашты, сақалы болады. Бұл оның ата-бабаларының Алтайда өмір сүрген көшпенді айелектерден тарағандығын білдіреді. 1220-1221 жылдары Шыңғысхан ордасында Сун династиясының оңтүстік Қытайдағы екі Қытай делегациясы болады. Олар өздерінің есебінде оларды моңғол емес, татарлар деп атайды. Шыңғысхан осы уақытта ордада болмайды. Ол Орта Азия мен Иран жорығында болады. Қытай дипломаттарының дәлелдері бойынша қайтыс болған татарларды келесі түрде жерлеген. Жерді қазып, жанынан қосымша үңгір жасаған. Оған мәйітті орналастырып, топырақпен көмген. Осылайша қазіргі уақытта түркі қазақтары 13 ғасырдағы татарлар сияқты көмген. Моңғолдар қайтыс болғандарды жерге көмбеген, керісінше оларды далаға тастаған. 1246 жылы Папа Рим Иннокентий IX-ның елшісі Плано Карпини Шыңғысханның немересі ұлы Гуюку ханына Қарақорым астанасына саяхатта болады. Плано Карпинидің есебінде татарлардың әдет-ғұрыптары, олардың ортақ тілі, дүние танымы туралы жазбалар және құнды мәліметтер қалдырады. Сонымен қатар ол татарлардың мәйіттерді жерді қазып және түркі әдет-ғұрыптары бойынша мәйітті жатқызатын жанынан қосымша орын қазып көметіндігі туралы атап өтеді. 1253 жылы француз королі 12 Людовиктің елшісі Гиль де Рубрук Шыңғысханның немересі ұлы Менгу ханына Қарақорым астанасына саяхатқа барады. Ол татарлардың өмірі туралы қызықты мәліметтер қалдырады. Олардың жылқы сүтінен қымыз, қышқыл айран, ірімшіктен құрт дайындау, жылқы етінен қазы дайындау тәсілдерін жазады. Мал шаруашылығының өнімдерді дайындау құпиялары 750 жылдан бері өзгерген жоқ. Заманауи қазақтар да аталған тағам түрлерін қазіргі күнге дейін осы тәсілдермен дайындайды. 13 ғасырдың соңында бүкіл әлемге танымал венециан саяхатшысы Марко Поло Шыңғысханның немересі Қытайды бір мемлекетке біріктірген 1279 жылы Юань династиясының негізін қалаушы ұлы Құбылай ханның сарайында өмір сүреді. Сонымен қатар Марко Поло татарлар туралы жазады және Құбылай хан хаттарды түркі тілінде жазады. Орыс жазбаларында 13-16 ғасырларда татарлар туралы ғана жазбалар бар. 13-14 ғасырдың барлық жазбаларда Шыңғысхан империясы ұйғыр немесе көне найман әліпбиін қолданумен
түркі тілінде жазылады. Ұйғыр әліпбиі бұл түркі әліпбиі болып табылады. 1246 жылы Гуюхан мөрі бұл империялық мемлекеттік мөр. Пайдза Тоқтахан жарлығы 1292-1311 жылдары Алтын Орда. Келдібек ханның пайдзасы 1360 жылы Алтын Орда. Өзбек ханның пайдзасы 1312-1341 жылдары Алтын Орда. Шыңғысхан империясының мемлекеттік тілі түркі тілі болып табылады. Белгілі Ресей моңғол танушы академик Борис Владимирцийдің айтуы бойынша 13 ғасырдағы көне моңғол тілі түркі, наймандар мен керейлер тілі болған. Заманауи халхас моңғол тілі одан ерекшеленеді. Бұл мүлдем басқа тіл болып табылады. Басқа моңғол танушы академик Владислав Котвич Шыңғысхан империясының 13 ғасырдағы көне моңғол тілін зерттей отырып, заманауи моңғол тілінің бастапқы белгілерінің жоқ екендігін көрсетеді. Прото-моңғол тілі мүлде болмаған. Бұл 13 ғасырда мемлекеттік тіл түркі тілі болғандығын дәлелдейді. Белгілі қазақстандық тарихшы Марал Томпиевтің пікірі бойынша, Қытай дерек көздерінде кездесетін мәңгу термині қара, надан деген мағынаны білдіреді. Қытайлықтар ұлы Қытай қорғанынан солтүстік өмір сүрген көшпенді түркілер мен тұңғыстарды осылай атайды. Мәңгу термині ұлттық емес, саяси термин болып табылады. Ресей аудармашылары мәңгу терминін моңғол ұлт ретінде көрсеткен. Осылайша олар бүкіл тарихи әлемді адастырады. Моңғол термині ұлт ретінде 100 жылдан кейін ғана пайда болады. Моңғол халқы кейінірек 16-17 ғасырда пайда болады. Рашид ад-Диннің жазбалар жинағы 1304 жылы парсы тілінде Ирандағы Тебриз қаласында Шыңғысхан ұрпағының Хулагуид мемлекетінде шығарылады. Ұлы парсы тарихшысы осындай жазбалардың авторы шығу тегі иудей мұсылмандықты қабылдаған Рашид ад-Дин билік жүргізген шыңғысшылар династиясында уәзір болады. Ол Шыңғысхан үйінің тарихты өте жетік білетін адамдардың басшылығымен жазғандығын айтады. Осындай білгірдің бірі ең танымал адам шыңғысшылар үйінің тарихын жетік білетін эмир Полот Чинсон 13 ғасырдың соңында Пекиннен Тебризге, Ирандағы Илхандар мемлекетіне келген Шыңғысханның немересі Құбылай ханның елшісі болады. Сонымен қатар жазбаның құрылуына Илхандықтар Шыңғысхан ұрпақтары Олжайту хан мен Газан хан қатысады. Рашид ад-Дин өз жазбаларында шыңғысшылардың тарихын олардың басқаруымен, оларының сөзімен жазғандығын айтады. Жазбада ол екі жазушының қатысқандығын көрсетеді. Олардың жұмысына жақсы ақы төлеумен алғыс айтады. Рашид ад-Диннің жазбалары түркілердің және Шыңғысхан империясының тарихы бойынша құнды алғашқы әдеби жазбалар көзі болып табылады. 1258 жылы Шыңғысхан немересі Құлағы хан Бағдат қаласын басып алып, Аббасидтер халифатын талқандайды да солтүстік шығыс Иранда және Азербайжанда Тебриз астанасымен жаңа Илхандар мемлекетін құрады. Рашид ад-Дин Шыңғысхан империясы тайпаларының тілдері түркі тілі және олардың тілдері мен әдет ғұрыптарының ортақ, бірақ айырмашылықтары аз ғана екендігін жазады. Жазбаларда Иранда түркілерді моғол деп атаған моғол термині кездеседі. Рашид ад-Дин түркілер өздерінің ұлылығының арқасында әлемнің басым көпшілігін жаулап алғандығын жазады. Ол Қытай, Үндістан, Иран, Кашмир, Иран, Византия, Сирия мен Египет, моңғолдар туралы ешқандай естеліктер жазылмаған. 1952 жылы Рашид ад-Дин жазбаларының алғашқы томы
академик Петрушевскийдің басшылығымен КСРО Шығыстану институтымен парсы тілінен орыс тіліне аударылады. Кеңес одағының аудармашылары моғол терминін ұлттық термин ретінде оны заманауи моңғолдарға сәйкестендіріп аударады. Осылайша бүкіл әлемді адастырады. Қазірге дейін Иранда және Орта Азияда өмір сүретін түркілерді моғолдар деп атайды. Жазбалардағы таулар мен өзендердің атаулары да түркілік. Шыңғысшылардың және олардың айналасындағылардың да атаулары түркілік екендігін атап өту керек. Қазақстандық тарихшы Марал Томпиевтің дәлелдері бойынша Менгу термині Иранға және Орта Азияға 13 ғасырдың соңында Ұлы жібек жолында сауда-саттық жасаған ұйғыр көпестері әкелген. Белгілі Азербайжан зерттеуші журналист Гамит Хересидің дәлелі бойынша 10 ғасырдан бастап біздің күнге дейінгі Иран тарихы Иранда билік жүргізген шыңғысшылар мен түркілер династиясын бөлмейді және оларды ортақ ел деп санайды. Заманауи тарихшылар Моңғолияның болуына байланысты 13 ғасырда Моңғолия аумағында моңғолдар өмір сүрген деп қателеседі. Моңғолия халқының басым көпшілігін Найман, Керей, Жалайыр, Қоңырат, Меркі, Татар сияқты түркі тайпалары құрайды. Тарихшылар бұл тайпаларды моңғол деп қате көрсетеді. 14 ғасырда Шыңғысханның ұлы Шағатай батыс және шығыс болып екіге бөлінеді. Қазақстанның оңтүстік шығыс және шығыс Түркістанды құрайтын шығыс бөлігі Моғолстан деп аталады. Онда көбінесе дулат түркілер мекендейді. Бұл аймақта моңғолдар болмайды. 13-14 ғасырда моңғол халқы мүлде болмаған. Ойрат сияқты тұңғыс тілді тайпалар және ру мен тайпа ішінде өз тілдерінде сөйлеген басқа тайпалар болған. Шыңғысхан империясында негізгі мемлекетті құрайтын этнос түркілер болған. 16 ғасырдың басында ұлы жаулап алушы Темірдің немересі Бабыр солтүстік Үндістанды жаулап алып, ұлы моғолдар жаңа мемлекетін құрады. Бұл мемлекетті Наймандар, Керейлер, Жалайырлар, Дулаттар және тағы да басқа түркі тайпалары құрайды. Моңғолдардың сырлы аңызы 1240 жылы жазылады. Қытай Халық Республикасының бұрынғы тұрғыны қазақстандық зерттеуші Тілеуберді Әбенайұлының мәліметтері бойынша сырлы аңыз ұйғыр әліпбиін қолданумен түркі тілінде жазылады. Шыңғысханның шығу тегі сырлы аңызының дұрыс атауы аудармашылармен моңғолдардың сырлы аңызы деп өзгертіледі. Тілеуберді Әбенайұлы сырлы аңызды Қытай тілінен қазақ тіліне аударады. 1368 жылы Қытайда Юань шыңғысшылар империясы құлағаннан кейін оның орнына келген Мин династиясы аңызды Қытай тіліне аударады. 19 ғасырда Қытайда өмір сүрген Пекиндегі Ресей православия діни миссияның басшысы Паладий Кафаров 1866 жылы аңыздың Қытай аудармасы толық емес және шынайы емес деп санап, Қытай тілінен орыс тіліне оның шағын аудармасын жасайды. Кафаров және 19 ғасырдағы Қытай ғалымдары 13 ғасырдың жоғалған жазбаның түп нұсқасының болуын қалайды. Сонымен қатар Кафаров және Қытай ғалымдары 13 ғасырда моңғол жазбасының және әдебиетінің болғандығын толығымен теріске шығарады. Бұл жазбаның түркі тілінде жазылғандығын көрсетеді. Тегіне қатысты Паладий Кафаровтың түркі болуы мүмкін және түркі тілін білуі де әбден мүмкін. Өкінішке орай, Паладий Кафаровтың орыс тіліне аударылған жазбасы зерттеушілер үшін қолжетімсіз және ол ескірген. Яғни қазіргі уақытта оның аудармасы құпиялы болып табылады. Дегенмен, болашақта тарихшылар үшін оның құпиясы ашылады деген үміт бар. 1941 жылы советтік моңғол танушы академик Сергей Козин сырлы аңызды орыс тіліне аударады. 20 ғасырдың басында француз шығыстанушы Поль Пелио аңызды аударуға тырысады.
Бірақ аударманың күрделілігіне байланысты аударма аяқсыз қалады. Неміс шығыстанушы Хейниш те аңыздың аудармасын аударуға тырысады, бірақ ол оның бір ғана тарауын жариялайды. Жазбалардағы көптеген терминдер аудармашыларға белгісіз. Қытай тілінде қателер көптеп кездеседі. Бұл аңыздың орыс тіліне аударылған аудармасының шынайылығына нұқсан келтіреді. Осыған қарамастан, жазба 13 ғасырдағы оқиғалардың тарихи құндылығына ие болады. Аудармашылар бірінші аудармада көрсетілмеген моңғол терминін енгізеді. Қытай Халық Республикасының ішкі Моңғолияның ғылым академиясының ғалымдары жазбаны моңғол тіліне аудару үшін 1962 жылдан бастап 1979 жылға дейін 17 жыл жұмсайды. Моңғол ғалымы Дуламның пікірі бойынша, жазбадағы шамамен 1400 сөз заманауи моңғолдарға мүлдем түсініксіз. Қазақстандық зерттеуші Тілеуберді Әбенайұлының мәліметтері бойынша, ішкі Моңғолия ғалымдары жазбадағы 4430 сөз түсініксіз екендігін және олардың түзетілгендігін және толығымен бұрмаланғандығын мойындады. Аудармада жазбаның 3 нұсқасы қолданылған. 3 нұсқаның біреуінде 850 иероглиф түзетілген. Сырлы аңыз мәтіннің ықтималды 40-50% дейін бұрмаланған. Бұл сырлы аңыз түпнұсқасының түркі тілінде жазылғандығын тағы да дәлелдейді. Бір 1350 жылы Қытайда Юань династиясының шыңғысшылар билігін құлату үшін азаматтық соғыс басталады. Татарлардың бір бөлігі соңғы император Тоғон Темірмен бірге Моңғолияға қашады. Юань империясының гарнизонында қызмет еткен түркі татарларының бір бөлігін қытайлар талқандайды. Ол уақытта қытайлар барлық татарды өлтіру деген ұранмен әрекет етеді. Моңғолияға жіберуге тыйым салған татарлардың бір бөлігін қытайлар Қытай әйелдеріне мәжбүрлі түрде үйлендіріп ассимиляциялайды. 15 ғасырда түркі татарлар мен моңғол тілді тайпалар арасындағы демографиялық қатынас моңғол тілді халықтың көбею жағына қарай өзгереді. 1368 жылы Қытайда Юань шыңғысшылар империясы құлағаннан кейін Шыңғысхан ұрпағы Даян хан 16 ғасырда орталық және шығыс Моңғолияның адам қоныстанбаған аудандарына аз ғана түркі моңғол тілді тайпаларын ассимиляциялаған тайпалармен жер аудара бастайды. Даян хан түркі және тұңғыс тілді тайпаларды араластыру нәтижесінде 16-17 ғасырда қалыптасқан жаңа моңғол халқымен жаңа мемлекет құрады. 1634 жылдан 1691 жылға дейін Моңғолияны Цин-Манжур династиясы жаулап алады. Қытайға билік жүргізген Манжур династиясы және моңғол аристократтары тілі мен мәдениетінің ұқсастығына байланысты жақын қарым-қатынаста болады және бір-бірімен туыстық орнатады. Моңғол ағартушысы Зия Пандит 1628 жылы ұйғыр түркі әліпбиінің негізінде жаңа моңғол әліпбиін құрады. 17 ғасырда Лупсан Данзан алтын топчи моңғол әдеби ескерткішін құрады. Академик Сергей Козинің мәліметтері бойынша 13 ғасырдағы Шыңғысхан империясының тілі 17 ғасырдағы моңғолдарға мүлде түсініксіз. Кеңес одағының моңғол танушы академигі Борис Владимирцев 1929 жылы моңғол тілінің диалектілері атты кітабын шығарады. Кітаптың авторы 30 моңғол диалектілері туралы. Сонымен қатар моңғолдарда ортақ сөйлесу тілі болмағандығын көрсетеді. Бұл ортақ моңғол халқының болмағандығын білдіреді. Моңғолия аумағында археологтар 13-14 ғасырдағы моңғол артефактілерінің іздерін таба алмайды. Онда түркі көмулері ғана табылады. Ресей зерттеушісі Пензев моңғол термині Моңғолия халқының атауын білдірмейді деп есептейді. Моңғолдар өздерін халқа деп атайды. Ресей ғылым академиясының Сібір бөлімшесінің моңғол танушы институтының ғалымдары заманауи моңғол тілін тұңғыс манжур тілімен теңестіреді.
Түркілер мен моңғолдардың көп жыл көршілес болуы моңғолдардың тіліне әсер етеді. Академик Владислав Котвичтің пікірі бойынша, моңғол тілінде 25% лексикалық және 55% морфологиялық элементтердің ұқсастығы бар. 13 ғасырдағы Ресей тарихшыларының мәліметтері бойынша, Алтын Орда хандарына салық төлеген орыс князьдығының аумағында мемлекеттік тіл татар тілі болған. Екінші мемлекеттік тіл ежелгі орыс тілі болған. 14 ғасырда ежелгі орыс тілі татар тілінен басым бола бастайды. 13-16 ғасырларда өмір сүрген Алтын Ордада және ол ыдырағаннан кейін құрылған Қазан, Қырым, Қазақ, Сібір хандығында моңғолдар туралы ешқандай естеліктер жазылмаған. Шамамен 250 жыл түркі татарлардың билік етуі болашақ Ресей мемлекетінің және империясының құрылуына орасан зор ықпал етеді. Академик Николай Баскаковтың пікірі бойынша, 300-ден астам Ресей ақсүйектерінің белгілі өкілдері түркілерден тараған. Бұл Кутузов, Ушаков, Тургенев, Юсупов, Урусов, Карамзин және тағы басқалар. Бүкіл әлемдегі тарихшылардың моңғолдар түркілерді жаулап алған деген пікірлері және ұлы моңғол империясы туралы, Руське татар моңғолдардың шапқыншылығы туралы жазбалары адастыру және тарихшылардың қиялдары болып табылады. Осыған байланысты 13-14 ғасырдағы тарихи оқиғаларды қайта қарау, түркі халқының тарихын бірігіп айқындау қажет. Шыңғысхан империясы бұрын Моңғолия аумағында құрылған ұлы ғұн қағанаты, ұлы түркі қағанаты, екінші түркі, ұйғыр немесе үшінші түркі қағанаттарының мұрасы.